Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 91-ші сабақ ғажайып әлем тақырыбының жалғасын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта көркем шығарманы көркем фильммен салыстыратын боласың. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда. Ихтиандр Кристоға достары туралы не айтты? Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Адам балық жалғасы. Екеуміз менің теңіз тұлпарыма мініп серуендер едік қой, шіркін. Теңіз тұлпары дейді, ол не пәле тағы? Дельфин. Өзім ғой оны үйретіп алған. Дауыл бірде оны жағаға шығарып тастаған екенде қанатын қатты жарап алыпты. Мен оны сүйретіп әкеп суға қайта түсіргем. Ол жүзе алмады. Демек, қорегін тауып жей алмайды деген сөз. Мен оны ұзақ 1 ай бойы балық беріп асырадым. Сол уақыттың ішінде ол маған үйреніп қана қоймай, тіпті үйір болып кетті. Біз достасып алдық. Басқа дельфиндер де мені біледі. Ал теңіз бетінде дельфиндермен қосылып асыр салу деген ғажап. Толқындар, шашыранды су, күн, жел, шуыл, теңіздің түбі тіпті тамаша. Өзіңді көгілдір ауа ішінде жүзіп жүргенде сезінесің. Тып-тыныш, денеңнің салмағына шейін білінбейді. Ол мейлінше еркін, жеп-жеңіл, қалай қимылдасаң да еркің. Менің теңізде талай достарым бар. Мен сіздің құстарды жемейтіндіңіз тәрізді кішкене шабақтарды да жем беріп асыраймын. Ал олар үйір-үйірімен соңымнан қалмай шұбап жүреді. Енді сен маған мынаны айтшы. Сен неге тентектік жасадың? Балықшыларды ренжіттің. Олардың ауларын қиып, қайыққа тиелген балықтарын аударып тастадың. Өйткені олар балықты шектен тыс көп аулады. Жеулеріне жетерліктей ғана алмады. Оларға не? Жер бетіндегі құс пен аң жетіспегені ме? Шынымен ақ, олар неге мұхитқа қол сұғады? Мұны саған бірден айтып түсіндіру қиын, деді Кристо, өзі есінеп тұрып. Ұйықтайтын уақыт болды. Байқа, әлгі хауызда жатып жүрме, әкең ренжір, деді де Кристо кетіп қалды. Ертеңгісін ерте келсе де, Кристо Ихтиандрды орнынан таба алмады. Тас, еден, су болып жатыр екен. Сірә теңізге кеткен болар. Мәтін балалар Александр Беляевтің шығармаларынан алынған, аударған Хайдолла Тілемісов. Екінші тапсырма: мәтінге сүйеніп, қандай сурет салатыныңды айт және әңгімеле. Балалар, мәтінге сүйене отырып мен Ихтиандрдың бейнесін салар едім. Үшінші тапсырма: жазушы қиялындағы адам балық саған ұнай ма? Неліктен? Иә, жазушы қиялындағы адам балық маған ұнайды. Себебі мұхитта, яғни судың астында тіршілік бар екенін білдірді. Және ол өте мейірімді, жанашыр екен. Төртінші тапсырма: сен Ихтиандрға қандай тілек айтасың? Тілегіңді жаз. Балалар, мен Ихтиандрға: Ихтиандр, сенің жүрегің кең, жанашырсың. Сол үшін саған барлық жақсылықты тілеймін. Өмір жасың ұзақ болсын, көп жаса деп тілек айтқым келеді. Бесінші тапсырма: жазушының осы кітабы бойынша түсірілген фильмді көрдің бе? Көрсең, оны шығармамен салыстыр. Балалар, егер де сіздер осы кітабы бойынша түсірілген фильмді көрсеңіздер, шығармамен салыстырып айтсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды.